Сәлем достар, бүгін біз қазақ әдебиетінің алып тұлғасы Абай Құнанбайұлының «Қыс» атты өлеңін талдаймыз. Бұл өлең табиғатты суреттеу арқылы өмірді, мінезді, көркем тілді терең жеткізген тамаша шығарма. Бұл видеода біз өлеңнің мазмұнын, әдеби ерекшелігін, образын, автор ойын және соңында толық шығарма үлгісін бірге қарастырамыз. Олай болса, бастайық. Бірінші бөлім, яғни өлеңнің қысқаша мазмұны. Абайдың «Қыс» өлеңі табиғат көрінісі арқылы қыс мезгілін бейнесін ерекше шеберлікпен суреттейді. Ақын қыс мезгілін жай ғана ауа райы ретінде емес, нағыз тірі жан, мінезі бар, кәрі құда кейпінде сипаттайды. Қыс қатал, суық, ызғарлы. Абай оны ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды деп бастайды. Бұл қыс бейнесінің қаталдығын бірден танытатын жолдар. Ақынның қысқа деген көзқарасы күрделі. Бір жағынан қыс табиғаттың қатты кезеңі, екінші жағынан тіршілікке дайындық уақыты. Бұл өмірдің бір бөлігі. Қыстың борандары, аяздары, долы желі бәр адамды төзімділікке, сабырға үйретеді. Екінші бөлім өлеңнің тақырыбы мен идеясы. Тақырыбы қыс мезгілінің табиғаттағы және адамның өміріндегі орны, және де табиғат пен адамның байланысы. Идеясы табиғаттың әр маусымы, өмірдің бір сәті. Адам табиғатпен бірге өмір сүріп, оған бейімделіп үйренуі тиіс. Қыс мезгілі тек суық емес, өмірдің сынағы, төзім мен шыдамдылықтың кезеңі. Үшінші бөлім, әдеби көркемдік ерекшелігі. Абай бұл өлеңде табиғатты кейіптеу, теңеу, эпитеттер арқылы суреттейді. Кейіптеу, қыс адам сияқты суреттеледі. Кәрі құда, ақ киімді, ақ сақалды, бәрі адамның бейнесіне ұқсатып берілген. Теңеу, бетіңді қарып, көзді аштырмайтұғын, қыс желінің қаталдығын нақты жеткізеді. Эпитет, соқыр, мылқау, ақ сақалды, қыстың болмысын тереңдете түседі. Абайдың тілі бай, көркем, әрі терең мағыналы. Әрбір сөз сурет салады. Төртінші бөлім, қыс бейнесі кәрі құда. Бұл өлеңде қыз кәрі құда бейнесінде. Неге кәрі құда? Өйткені қазақ халқы бұрыннан қыс мезгілін қонаққа келген құда сияқты қабылдаған. Ол күтпеген жерден келіп, бәрін билеп алады. Еркіндік бермейді. Бұл жерде ақынның тапқырлығы мен ұлттың дәстүрін байланыстыра алған шеберлігі ерекше көрінеді. Өз пікірім, менің пікірім, маған бұл өлеңдері ерекше әсер етті. Өйткені Абай жай ғана табиғат емес, оның артындағы өмір мағынасын, адамның табиғатпен байланысын шебер жеткізеді. Қыс бізге сынақ, аяз шыдамдылыққа үйретеді. Қар тазалық пен тыныштықты көрсетеді. Қыстың соқыр мылқау болуы оның ешкімге жаны ашымайтынын білдіреді. Бұл да өмірдің шындығы. Абайдың шебер тілі мен терең ойы осы өлең арқылы мені табиғатқа басқаша көруге үйретті. Алтыншы бөлім, дайын шығарма үлгісі. Абай Құнанбайұлы қазақ әдебиетінің данышпаны. Оның «Қыс» өлеңі табиғатты адам бейнесінде суреттейтін терең философиялық шығарма. Ақын қыз мезгілін кәрі құда деп атайды. Себебі бұл бейне өте сәтті жасалған образ. Өйткені қыз шынында да бәрін өзіне бағындыратын қатал, суық мезгіл. Абайдың тілі өте көркем. Ақ киімді, ақ сақалды деген жолдар арқылы біз көз алдымызға бір шалдың бейнесін елестетеміз. Ақын кейіптеу, теңеу, эпитеттері шебер қолдана отырып қысты адам бейнесінде сипаттайды. Бұл шығарманың басты ерекшелігі өлең маған қатты ұнады. Себебі ол тек табиғат емес, өмірдің мағынасын терең жеткізе білді. Сондықтан Қыс Абайдың ең көркем, ең әсерлі шығармаларының бірі деп санаймын. Қорытынды. Міне достар, біз бүгін Абай Құнанбайұлының «Қыс» атты тамаша өлеңін толық талдадық. Мазмұны, тілі, көркемдік тәсілдері, идеясын түсіндіңдер деп сенемін. Егер осы видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, пікір жазып, арнаға жазылуды ұмытпа. Келесі видеода Абайдың басқа өлеңдерін немесе Мұхтар Әуезов, Ыбырай Алтынсарин шығармаларын талдаймыз. Келесі кездескенше сау болыңдар.